Сәлеметсіздер, сіздер мен дәріске барыңыздар. Достар, бүгін бізде Челсиға факттар беретін боламыз, яғни Челси кім? В общем, мынау. Бірінші факт: Челсидің шын аты Досымжан Мырзаханұлы. Оның 5 талды YouTube каналы болған, достар. Яғни Майнкрафт каналдары көп болды оның. Ол Майнкрафт каналын даттау 4-еуін ба сатып жіберді. Яғни 4-еуінде де бомж Челси сериалын түсірді, достар. Яғни ол бомж Челси сериалы арқылы танымал болған адам. Және ол Фрифайр каналында 5 ай ішінде 200 мыңнан аса подписчик жинады. Ол ютубта, яғни 2017 жылдан бері келе жатыр, достар. Келесі факт: бізде оның ең жақын достары, яғни Баха, Свободный казах, одан кейін Эроха және Зефрикс, достар. Адай, Сарбаз дегендермен дос, бірақ ең жақын достары осылар, достар. Келесі факт: Челсидің компьютерінің бағасы 700 мың теңге тұрады, достар. Яғни ол өзінің компьютерін 700 мың теңгеге алған, мүлден қатпайды. Сол арқылы ол өте керім оттяжкалар береді десе де болады. Оттяжкаларын көрсең, солай бергің келіп кетеді. Оттяжкаларын көрсең зор. В общем, келесі факт, достар: Челсидің қазір жасы 17-де, яғни ол 2002 жылы 2 қарашада дүниеге келген. Және қазір мына жерден Челсидің суреті шығатын болады. Ол Челсидің түрі, достар. Челси түрін көбінесе жасырмайды, не жасырады, бірақ ол ВК-ларда өзінің түрлері бар. Жалпы даттау түрлерін өзі көрсетіп қоя береді, не үшін екенін білмеймін сол. Келесі факт, достар: яғни Челси Ероханы білесіздер. Ероха екеуі қалай таныс? Ероханы ол өзінің інісіндей көріп кеткен. Тіпті онымен көбінесе ойнайды, сонымен көбінесе араласады, яғни анау. Және інісі Мелзиға да ол көп көмектеседі, достар. Ол ютубтан тапқан ақшалар арқылы ата-анасын асырайды. Ол баяғыда, яғни дачка дейме, бір әлі дейді, сондай тұрған, яғни ол жақта сет жоқ десе де болады. Видеолар 2-3 сағатта бірақ салынады. Соның өзінде 5-10 минуттық видеолар салатын болған, достар. Ол базар жоқ. Қазір ол Астанада тұрады, сол арқылы ол видеолар өте керім салынады, достар. Вообще зор салынады ғой, керім емес, вообще зор салынады, достар. Және келесі факт, достар: бізде Челси көбінесе подписчиктермен жақсы араласады және стримдерінде, видеоларында позитивті отырады. Яғни тоқтап қалмай, мысалы қазақша көбінесе тоқтап қала береді, сол сияқты. Челси олай тоқтамайды, до конца видеоларын түсіреді. Жалпы осындай факттар сіздермен болған. Мен дәріске барыңыздар, келесі кездескенше сау болыңыздар.